Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Біз сабағымыздың екінші дәрісін бастаймыз. Адам құқықтары жалпыға ортақ. Адам құқықтарының синтаксис бөлімінің адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясы тақырыбында біз сабағымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Кіріспеге тоқталмай қояйық, себебі WebEx бұдан кейінгі сабағымызды WebEx арқылы жүргіземіз. Жақсы ма? Тарауымыз сол күйінде. Мақсатымыз адам құқығы мен бостандығы осы тарауда біз себеп салдар ыңғайласты алдыңғы тақырыпты өтіп, енді бүгін себеп салдар саласты өтеміз. Мақсатымыз дәл солай. Тақырыбымызға келер болсақ, енді адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясы бұл кітабымыздың 47-ші бетінде назар аударыңыздар. Және де біз соған байланысты себеп салдардың белгілерін анықтап, жалпы себеп салдар бұл қандай белгілерден тұрады, сондықтан себебі өткен деген жалғаулықтардан және де сөйлемнің себебін анықтау мақсатында қолданылатын құрмаласының түрі. Мысал келтірер болсақ, әй ол сені жеңер, себебі келешек оныкі ғой. Бұл жерде мысалы екінші сөз бірінші сөздің себебін анықтау мақсатында қолданылып тұр. Өте оңай. Жаны шығып кете жаздады, өйткені оның қолына түскен ыдыс сау қайтқан емес. Жаны шығып кете жаздады, себебі оның қолына түскен ыдыс сау қайтқан жоқ, сау қайтқан емес. Яғни бұл жерде себеп салдар осындай жалғаулықтар арқылы көрінетінін білесіз, сөйлемде берілетінін білесіздер. Және де енді біз ондай жалғаулықсыз да себеп салдар жасалады екен. Оны сіздер мына мысалдан көре аласыздар. Бұл бірінші сөйлемде сіз депутатсыз, айтпайсыз ба шопандар осы тауарға мұқтаж деп. Мысалы мен бұны түрлендірер болсам, сіз шопандар осы тауарға мұқтаж деп айтпайсыз ба, себебі сіз депутатсыз ғой деген сияқты. Жалпы сөзді бұлай бұрмаласақ та себеп салдар салалас формуласын шығатынын көреміз. Аңқаулығым ғой, солардың тұзағына ілініп қалғанымды білмеппін. Мысалы мен айтуым мүмкін, солардың тұзағына ілініп қалғанымды білмедім, себебі кішкене аңқаулығым бар. Мысалы себеп салдар жасап аламыз. Яғни бұлай қолдансақ та, бұлай қолдансақ та біз істейміз, ешқандай бір мағынасын өзгертпейміз сөйлемнің. Мысалы сіз оқушысыз ғой, неге үй тапсырмасын жасамадыңыз? Мысалы мен ол сөйлемді түрлендірер болсам, неге сіз үй жұмысын жасамадыңыз? Себебі сіз оқушысыз ғой деген сияқты. Бұл жерде де екі сөйлемнің ешқандай бір мағынасы ауыспағанын көрерміз. Енді кітабыңыздың 127-ші бетін ашыңыз. Достар, Нельсон Мандела кім? Нельсон Мандела туралы ақпарат берілген, мәтін берілген, және де сол мәтінді оқып, Нельсон Мандела деген ол кім? Ол кісі кім? Мақсаты қандай? Қалай жетті ол мақсатқа? Жалпы Нельсон Мандела ол кісі Оңтүстік Африканың президенті, және де ол өзінің 27 жыл өмірін абақтыда өткізген. Ол не үшін өткізді? Не үшін оны түрмеге қамады? Сол себептерді жазасыздар. Апартейд қоғамының ерекшелігі неде? Жалпы апартейд деген сөздің мағынасы ақ нәсілділер мен қара нәсілділердің бөлінісі деген. Мысалы оның бұл жерде ерекшелігі неде? Осы нәрсенің бәрін сіз 127-ші бетте 11-ші аудио мәтінді қарасаңыздар, бұл сұраққа жауап табасыздар. Енді дәл сол мәтінді жақсылап оқисыздар, және де мына сұрақтарға жауап бересіздер. Мәтінде ақ нәсілдер мен қара нәсілдердің құқықтары туралы берілген ақпаратқа қандай пікір білдіресіз сіз? Нельсон Манделаны толық сипаттаймыз. Нельсон Мандела бақытты саясаткер. Бұл пікірге сіз қаншалықты келісесіз? Яғни бұл пікір жалпы қандай ситуацияға қолданылған? Сол сияқты сұрақтарға жауап бересіз. Енді елімізде және әлемде қандай сіздер сол адам құқығы үшін күрескен қандай тұлғаларды білесіздер? Соған жауап жазамыз, жақсы ма? Солардың күрескені жайында кішкене баяндасақ жеткілікті. Енді үй жұмысына назар аударайық. 6-шы тапсырма бұл кітабыңыздың 48-ші бетінде. 48-ші беттегі мәтінге қараймыз. Декларация құрылымы, кіріспе адам құқығының заңмен қорғалуы, адамның мекені, азаматтығы. Баптар берілген. Мына жаққа сіз 15 бапты жазасыз. Жанына бұл бірінші бапта мысалы кіріспе айтылған, екінші бапта адам құқығы, мысалы 7-ші бапта адамның мекені, азаматтығы деген сияқты 15 бапқа да сіздер декларацияның құрылымы қандай тақырып бересіздер, соған осы кестені толтырамыз, жақсы ма?
Енді және де осы мәтіннен себеп салдарды табасыз, жазасыз, реттейсіз. Жақсы ма? Жалпы осы үй тапсырмасы достар бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар.